HR маман ретінде мен айтарым, бұл көп ауытқыны именно компанияның атмосферасында бұл тренинг шешіп береді, емдеп береді. Көп нәрсе ұқтым бұл тренингтен. Моральный рост деп айтады ғой. Сол сияқты, морально я выросла на этом тренинге. Я осознала свои точки роста. Я сейчас могу сделать прыжок, то есть через свое эго. Я научилась лояльности, я научилась ценить труд людей, не обесценивать его. То есть высокомерие отошло на второй план. Сейчас в моем фокусе это командная работа, поддержание команды, командообразование. Этот тренинг принес мне хорошие плоды. Я их сейчас буду пожинать в течение некоторого времени, буду усваивать всю информацию, которую получила. Последняя итоговая точка прибытия это была точка Б, и с этой точки я уже ухожу, скажем так, в роли взрослого человека. Досан мырза келмей тұрып, біз көп нәрсеге көңіл бөлетіміз керек емес. Жаңа адамдар келіп жатыр, жаңа команда образования болып жатыр. Баяғы болған ситуациялар қайталанбау үшін бізге жаңадан келген адамдар қандай пайда алып келеді, дұрыс адамдарды алып жатырмыз ба біз деген сияқты запрос жасап, сол тренингте белгілі ол адамдардың жаңағы личності, ол адамдардың ішкі дүниесі белгілі болады. В какой-то степени все причастны к тому, что этот тренинг прошел у нас здесь и сейчас по причине того, что каждый хотел выяснить, что у него внутри. Он задавался этим вопросом, он отправлял эти вопросы к Аллаху. Кто-то говорит к Аллаху, кто-то говорит выше Вселенную. Вот. И с этими запросами как раз-таки Досан мырза өзінің командасымен келіп, бізге тренингін өткізіп, керемет, өте керемет нәтиже қалдырды деп ойлаймын. Алғысым шексіз ол кісіге. Рахмет. Ары қарай осындай тренингті бізге келіп өткізсе, құшақ жайып қарсы аламыз деп ойлаймын. Менің профессионалдық көзқарасым бойынша біздің ауруларымызға көмектесе алады. Именно корпоративный культура жөнінде. Себебі біздің компанияда көбінесе жаңағыдай адамдар бір-бірін сөзіне ілесіп кетеді, бір-бірін тыңдамайды, команда образования жоқ. Вот. Сол нәрсенің барлығын біріктіріп, осы 2,5-3 күнде, толықтай 3 күн өттік қой, 3 күнде біз түсіндік. HR маман ретінде мен айтарым, бұл көп ауытқыны именно компанияның атмосферасында бұл тренинг шешіп береді, емдеп береді. Біздің ауызбіршілігімізді біріктіріп, қазір командан выгорать етпейтіне көз жетіп, Досан мырза кетіп бара жатыр. Неліктен? Себебі қазір біздің істеп жатқан жұмысымыз, істеген жұмысымыз осы тренинг барысында керемет пайдасын алып келеді. Әр шыққан маман мына жерге, әрқайсысы әр лауазымда отыр. Ол кісілер толықтай түсінді, өзінің жауапкершілігін толықтай ала алады. И әр маман қазір өзінің ауытқысымен күресіп, жақсы нәтиже именно компанияға алып келеді. Соған мен көзім жетіп отыр. Мен осы тренингке қатысып жатқаныма 3-ші мәрте қатысып жатырмын. Немен қалай өлшену керек екен, кімге қалай сөйлеу керек екен, кіммен қандай жағдайда мынандай бір ситуациялар болған кезде сол ситуациядан қалай шығу керек екен, қай уақыттарда кімге қандай көмек бере алатынымды осы неден, осы сабақтан әсерін алдым. Бізде қазір осы Егор Жановты қатысып осы тренингті 3-ші өтуімізбен команда, бірінші мақсатта команда құруды. Команда құрылып жатыр, Құдайға шүкір. Басында бізде негатив деген нәрсе көп еді. Енді барлық жұмыста болады, өсек аян деген нәрселер болады, бірін-бірін жамандау деген нәрселер болады. Қазіргі таңда бұл нәрселер бар тиылды. Өйткені ашық сыпайы сөйлесетін болды қазір. Барлық жағдайда. Біреумен бір жаман сөз еститін болсаң, ашық сыпайы барып сөйлесіп, оған да қатты емес, өзіңе де нағырсыз болмайтындай әдемі шешетін жағдайға жеттік. Бұл Егор Жановты негізі ішінен мықты алатын жағдайлар бар. Бұл жерде негізгі барлық бір госслужбада болсын, бағанағы неде басқа компанияларға да мен ұсынатын едім. Өйткені Егор Жановта мысалы біреуге мысалы тік айтып қойсаң, оған ауыр болады мысалы. Ал сол үшін бұл Егор Жановты өткен адам, мысалы кіммен мысалы жолда кетіп, мысалға алайық та, жолда кетіп барған кезде біреу қысып кетсе, бұрын деген сияқты нәрселермен артынан қолап жетіп бір деген сөздер айту, сондай нәрселер болатын. Қазір біз өз-өзімізді ұстай аламыз. Өйткені бұл нәрсе не дейді, өзіңмен көкіректік қой негізі. Көкіректігіңді мысалы жоғарту керексің да. Басқа компанияларда осы Егор Жановқа қатысса, негізі қолайлы деп ойлаймын. Өйткені өмірге де, семьяға да, басқа жағдайларға да негізі жақсы әсер береді. Егор Жанов тренингіне уже 5-ші рет қатысып жатырмын. Оған дейін мен қандай адам едім, анада энергия жейтін, адамдарды сыйламайтын, құрметтемейтін, ортаны сыйламайтын, жауапкершілікті ала алмайтын адам едім.
2023 сәуір айында ең алғашқы тренингті өткіздім, экожамп тренингін. Тренингті өткеннен кейін менде уже кәдімгі прорывтер болды, ойды жаратын инсайттар алдым. Үй жағдайында әкеммен отношениям туралап, оларға да кәдімгідей уже дұрыс адам ретінде ойымды айтып, мен оларға ашылып айта алмайтын едім тренингтен өтпей тұрып. Кәдімгі отбасымен, семьямен кәдімгі ара қашықтықты уже отношениені дұрыстадым. Жеңілдік пайда болды. Одан кейін жеңілдік пайда болғаннан кейін мен қаржылай жағынан болсын, адамдармен қарым-қатынас жағынан, барлық жағынан жетістіктерге де жетіп жатырмыз. Сол үшін де тренингке үлкен рахметімді айтамын. Осы тренингке қатысып, 22 жасыма тренингке қатысқаныма өзіме бірінші алғыс айтамын, одан кейін Аллаға алғыс айтамын. Қаншама жылымды экономдадым, қаншама уақытымды экономдадым. Кәдімгі уже өзіме орта қалыптастырып, кәдімгі дара тұлға ретінде өзімді сөйтіп ойлаймын іштей. Сол үшін де тренингке өзінің ортада өзін таба алмайтын, қаншама жылын қиындықта өткізген, қаншама жылын проблемада өткізген, қарызға, кредитке кірген адамдарға кеңес беремін қатысуға. Жауапкершілікті алуды үйренесіздер, жалқаулықты, еріншектікті, өсектікті бәрін тастайсыздар деп ойлаймын. Осы тренингтен кейін әлсіз жақтарыңызбен жұмыс жасап, үлкен инсайттар аласыз деп ойлаймын.